Достар, осында қатпарлы самсаны бірге жасап көрейік. Кеттік онда. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз самса дайындаймыз. Самса дайындау үшін мен алдын ала бұл қамырды бір күн алдын морозилке салып, қатырып қойғанмын. Жаңа қамырдың рецептін мен келесі видеомда түсіретін боламын. Бүгін біз самса жасаймыз. Самсаға не керек? Әдеттегідей фарш, өздеріңізге ұнаған приправалар, және де пияз керек болды. Кеттік онда біз самсаны дайындайық. Пиязымызды тураймыз. Неге тақтайға тура баққан жоқсын демеңіздер. Тақтайы сынып қалды. Сол үшін осыған тура көп болып жатыр. Өздеріңіз қалауларыңызға қарай самсаны пиязды турайсыздар. Әркім өзінің қалауына қарай самсаға әрден қосады. Мен мысалы жолдасым асқабақ, картошка дегенді жемейді. Сол үшін мен только пиязбен жаңағы фаршты ғана қолданамын. Мінекей достар, пиязымыз сұрып болды, енді оны фаршқа араластырамыз. Өздеріңіз қалауларыңызға жаңа приправалар барлығын салып араластырушы боламыз. Мен қолыма ешкімге тимедім, өйткені бұл өзіміз жейміз, ешкімге ұсынбаймын, қолым таза. Өзім бала-шағам жолдасыммен кейтін асымыз болғандықтан. Мінекей фаршымыз дайын. Енді қамыр жаюға кетеді. Қалаған ұндарыңыздан негізі пайдалансаңыздар болады, достар. Егер де менің жаңа қамырым рецебі сіздерге керек болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Мен сіздерге келесіде осы видеода қамырды қалай істеу керек екенін көрсетемін, достар. Ал кеткендеше қамырды жаяйық. Кәдімгідей үйдің қамыры, үйдің самсасы болады. Ешқандай той заказ емес. Өте дәмді болып шығады. Мен бірден бірнеше қамырды біраз жайып аламын. Себебі духовканы әрдайым қыздырамыз. Әрине бірінші. Сол үшін духовканы қызып тұрған үшін мен тез-тез қамырды жайып алып жатырмын. Қамырды дұрыс жаямайсыңдар, жаямайды екенсің деп комментарияға жазбаңыздар. Мен қамырдың ұстасы емеспін. Қамырым бірде жақсы, бірде жаман шығады. Ол барлық адамда болады деп ойлаймын. Негізі ең бастысы қамырды жаңағыдай жұқа, жаңағыдай әдемі жайсаңыздар. Главный жұқа болса болды. Ол сәндейтін кезде ешкім білмейді. Ол қамырыңыз жұқа ма, қалың ба, жоғалды қисық ба, домалақ ба дегендей. Онда комментария жазбай қойыңыздар. Мінекей достар, самсамызды түйіп алдық. Енді осындай листімізді
қызыған листімізді алып жайғастырамыз. Әрқайсымызда қызыған листі қанша кетеді өзіңізге байланысты. Менде мысал ретінде 8 штук самса кетеді. Мінекей жұмыртқамызды жағып алдық. Енді осыны пешкемізге салып пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, самсамыз дайын болды. Қазір ғана духовкадан шықты самсамыз. Мінекей ешқандай сәндеген жоқпын. Әдемі қатпарлы самса болып шықты достар. Көріңіздер. Істеп көруді ұсынамын. Егер қамырдың рецебі керек болса, менің келесі видеомды қамырды көру үшін маған тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Тіркелген адам ғана осы қамырдың рецебін көре алады достар. Сау болыңыздар.